Сәлеметсіңдер ме, балалар? Балалар, бүгін біз сендермен зерттеу жұмысын жүргіземін. Зерттеу жұмысын жүргізгенге дайынсыңдар ма? Олай болса, мен сендерге қажетті заттармен таныстырып өтейін. Бізге мынандай ыдыс қажет. Ас содасы қажет. Ыдыс жууға арналған сұйықтық қажет. Түрлі түсті бояулар қажет. Және ең маңызды бізге су қажет. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Су бізге не үшін қажет? Дұрыс. Жуынамыз, жануарларға береміз, гүлдерге су құямыз. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Сусыз тіршілік жоқ. Су тіршіліктің көзі. Солай ма? Тамаша. Олай болса, біз зерттеу жұмысын жүргізе бастаймыз. Мінекей, қараңдар. Олай болса, біз зерттеу жұмысын жүргізуге бастаймыз. Мінекей, қараңдар, балалар. Бірінші біз не саламыз? Бірінші ас содасын саламыз. Содан кейін ыдыс жууға арналған сұйықтықты құямыз. Қараңдар, балалар. Ыдыс жууға арналған сұйықтықты құямыз, е? Содан кейін біз енді не істейміз? Су құямыз. Ал қанекей су құйыңдаршы, балалар. Құяндар. Дұрыс. Стақандарында қойыңдар. Енді қасықтарында алдарында араластырамыз. Араластырамыз, балалар. Тамаша. Араластырыңдар. Балалар, қараңдаршы, су қандай күйге өзгерді? Не пайда болды? Қараңдаршы. Көпіршік пайда болды. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бізде әдемі көпіршіктер пайда болды. Араластырамыз, балалар. Су қаланды ала қойыңдар. Өздеріне ұнаған түстерді қосыңдар. Осы көпіршіктерді қосыңдар, балалар, міне. Өздеріне ұнаған түстерді қосыңдар. Тағы қосыңыз. Тағы қосыңдар. Араластырайық, балалар. Қасықпен де араластырыңдар. Араластырыңдар. Фатима, сенде қандай түсте көпіршік пайда болды? Қандай түсте көпіршік пайда? Көк түсті. Диана, сенде қандай түсті көпіршік пайда болды? Қызыл түсті, я. Жансая, сенде қандай түсті көпіршік пайда болды? Жасыл. Жасыл. Айша, сенде қандай көпіршік түсті пайда болды? Сары. Сары. Дұрыс айтасыңдар. Тамаша. Балалар, сендерге бүгінгі біздің жүргізген зерттеу жұмысын ұнады ма? Ал енді айтыңдаршы, балалар, бізге қандай заттар қажет болды? Ас содасы. Келесі. Ыдыс жуатын сұйықтық. Түрлі түсті бояулар. Және де бізге су. Дұрыс, өте жақсы.